Бәріңне сәлем. Бүгін біз лимон туралы қызықты деректер жайлы әңгімелейтін боламыз. Сондай тұла бойымызды тондырған мына қыстың аязды суығында үйде, жылы жерде жайғасып, құлақ салып бар зейінмен тыңдаңыз. Лимон бұл жылы аймақтарда өсетін, рутоциттер тұқымына жататын кішкентай мәңгі жасыл ағаш. Лимон жемісінің құрамындағы дәрумендер мен минералдардың болуымен және тағамдық құндылықтың арқасында оның пайдасы күллі адамзатқа танымал болды. Лимонның шығу тегі белгісіз болғанмен, алғаш рет Ассам, солтүстік Бирма және Қытайдың оңтүстік аймақтарында өсірілді деп есептеледі. Яғни, байқағанымыздай, лимон жылы мезгілдер мен жылы аймақты жақсы көреді. Лимон адам денсаулығын нығайтуда зор үлес қосатынын бүкіл адамзат баласы біледі десек қателеспеспіз. Пайдасын айтсақ, оған том-том кітаптар жазу аз болар еді. Әсіресе құрамындағы С дәрумені иммунитетімізді күшейтуде зор үлес қосады. Лимон ол сондай жеміс өте көп салада қолданылады. Адамзат өмірінде маңызды рөлдердің бірін атқарады. Лимонның құрамына келсек, онда лимон қышқылы, аскорбин қышқылы, пектин, қант, каротин, фитонцидтер болады. Және де тиамин, рибофлавин, рутин, флавоноидтар, кумарин туындылары, галукторон қышқылы, сесфиктерпендер, гесперидин, эрицитрин, эридиктол дәрумендері мен көптеген элементтер, минералдар кездеседі және майлы май бар. Лимон жапырақтарында С дәрумені мол күйінде келеді. Лимон құрамындағы дәрумендердің мол болуына байланысты адам ағзасына тигізер пайдасы зор. Жалпы лимон бактерияға қарсы және иммунитетті жақсарту әсері жөнінен бірінші орынды алады. Бәріміз білеміз, лимон С дәруменіне бай, әсіресе ол қыс мезгілінде иммунитетті жоғарылатуда, әртүрлі тыныс жолдарының ауруларында көп септігін тигізеді. Біле білсеңіз, 100 грамм лимонда 40 грамм С дәрумені бар, ал ересек адамға тәулігіне 60 грамм С дәрумені қажет. Лимонның барлық пайдалы қасиеттері оның ішкі жұмсағында. Дәл осы жұмсағында дәрумендер көзі жинақталған. Ал лимон жұмсағы 90% судан, ал қалған бөлігі суда ерейтін дәрумендер және алма, лимон қышқылынан тұрады. Құрамындағы калийдің маңыздылығы соншалықты жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын реттейді. Яғни қан қысымы жоғарылаған науқастарға жүрек инфарктін, инсульттің алдын алуда пайдасы зор. Кейде тіпті адамның көңіл күйі болмаған кезде тәбеті тартпай тұрса, бір тілім лимонды шайға салып ішсеңіз болады. Ол әрі тіске пайдалы, әрі қызыл иектің қанауында көмектеседі. Суға лимон шырынын қосып тісіңізді шайсаңыз да болады. Лимон жүкті әйелдерге аса қажетті өнім. Себебі оның құрамындағы жоғары мөлшерде С дәрумені бар. Және бұл әсіресе жүкті әйелдердің токсикоз кезінде пайдалы. Сол кезде бір тілім лимонды күніне бір рет жесе басылады. Бірақ ескерте кету керек. Лимон цитрустық жеміс болғандықтан кейбір аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін. Әсіресе асқазан ішек жолдарының созылмалы аурулары бар әйелдерге қолданбағаны абзал. Себебі оның құрамында қышқыл бар. Лимонды шаймен бірге ішсеңіз пайдасы көп. Оның қасиеті ағзадағы артық жиналған заттарды, шлактарды шығарады және өзіңізді тыныштандырып, жақсы көңіл сыйлайды. Таңертең тұрғанда бір тілімін шайға салып ішсеңіз, сіз өзіңізді күні бойы сергек әрі жеңіл сезініп жүресіз. Судың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екені бұрыннан ақ белгілі. Диетолог мамандар су диетасына сәйкес күн сайын аш қарынға бір стақан таза су ішу керектігін айтады. Сондай-ақ олар таза суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екенін дәлелдей білген. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, склероз, анемия сияқты аурулардан арылуға жол береді. Лимонды қалай және қандай түрін таңдау керектігін айта кеткен жөн. Қазіргі кезде лимонның түрі өте көп. Оның түрі көп болғанымен барлығының тегізер пайдасы бірдей. Лимонның ең бірінші сыртқы түсіне, яғни сыртқы түсі қанық сары түсті, сырты тегіс және піскен екендігіне көз жеткізуіңіз керек, бірақ дақтары болмаған абзал. Лимондарда кездесетін өсімдік қосындысын айта кетейік.
Өсімдік қосындылары өсімдіктерде кездесетін табиғи биоактивті заттар. Олардың кейбіреулері денсаулыққа күшті пайдасы бар. Бұл жемістегі өсімдік қосындылары қатерлі ісікке, жүрек ауруларына және қабынуға жақсы әсер етеді. Лимон жемісінде кездесетін негізгі өсімдік қосындылары мынадай. Лимон қышқылы бүйрек тастарының пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Хесперидин ол қан тамырларын нығайтады және атеросклероздың алдын алатын антиоксидант болып табылады. Диосмин бұл қан айналымы жүйесіне әсер ететін антиоксидант және кейбір препараттарда қолданылады. Ол қан тамырларындағы созылмалы қабынуды азайтады. Эроцитрин бұл оның қабығы мен шырынында кездесетін антиоксидант. Д-лимонен ол оның қабығында кездеседі. Бұл жемістерде кездесетін эфир майларының негізгі құрамдас бөлігі және жемістің хош иісіне жауап береді. Лимондағы өсімдік қосындыларының көпшілігі оның шырынында көп мөлшерде кездеспейді. Сондықтан максималды пайда алу үшін жемістің өзін жеу керек. Лимонның пайдасы басқа цитрус жемістерімен бірдей. Ол өсімдік қосындыларынан, талшықтардан және дәрумендерден келеді. Лимонның жүрекке пайдасы. С дәруменіне бай жемістерді тұтыну, яғни лимонды тұтыну жүрек ауруларының қаупін азайтады. Ал қанда С дәрумені төмен қан деңгейі инсульт қаупін арттырады, әсіресе артық салмағы бар немесе қан қысымы жоғары адамдарда. Цитрус жемістері қандағы талшықты изоляттар холестерин деңгейін төмендетеді. Лимон майы ЛДЛ холестерин бөлшектерін тотықтырады. Бұл жемістегі лимон қышқылы несептің көлемін арттырады, бүйрек тастарының пайда болуын болдырмауға көмектеседі. Лимон анемияның алдын алады. Анемия әдетте темір тапшылығынан туындайды. Бұл жемісте темірдің мөлшері өте аз, бірақ бұл С дәрумені мен лимон қышқылының тамаша көзі. Ол басқа тағамдардан темірдің сіңуін арттыра алады. Басқаша айтқанда, тағамдағы темірдің сіңуін арттыру арқылы анемияның алдын алуға көмектеседі. Лимон қатерлі ісік қаупін азайтады. Сүт безі қатерлі ісігі сияқты көптеген қатерлі ісік түрлерінің қаупін азайтуға көмектесетін лимонның бұл пайдасы негізінен гесперидин және Д-лимонен сияқты өсімдік қосылыстарына байланысты. Оның антивирустық және бактерияға қарсы қасиеттері бар, антибиотикалық әсері бар және қатерлі ісіктің алдын алуға көмектесетін фотохимиялық заттар бар. Лимон ас қорыту денсаулығын жақсартады. Лимонда негізінен еритін талшық пен қарапайым қанттар болады. Ол шамамен 10% көмірсулардан тұрады. Пектин талшықтың негізгі түрі, еритін талшықтың бір түрі. Еритін талшық ішектің денсаулығын жақсартады және қант пен крахмалдың қорытылуын баяулатады. Бұл әсерлер қандағы қантты төмендетуге көмектеседі. Ас қорытуды және дәретті жеңілдететін іш қатудан арылу үшін таңертең жемісті 1 стақан жылы лимон шырыны түрінде ішу керек. Лимон иммунитетті күшейтеді. Яғни құрамындағы С дәрумені иммунитетті жақсартады. Зерттеулер көрсеткендей, бұл витамин әлсіз иммундық жүйенің салдарынан пайда болатын суық тиюдің ұзақтығын азайтады. Лимонның демікпеден де қорғайтын әсері бар. Лимонды балмен араластыру да жөтелді жеңілдетуге көмектеседі. Лимон тұмауға, жөтелге, тамақ ауруы, тіпті құлақ ауруларына да пайдалы. Лимонның антиоксиданттық қасиеттері бар. Ол бауырдың саулығын жақсартады. Бауырдың зақымдануын болдырмайды. Ағзада детоксикация әсері бар және бауырды тазартады. Лимонның құрамындағы лимон қышқылының антисептикалық қасиеті бар. Ол безеуді тудыратын бактерияларды жояды. Зерттеулер көрсеткендей, С дәрумені қабынуға қарсы қасиеттерге ие және безеу вульгарис сияқты жағдайларды емдеуге қолдануға болатынын көрсетеді. Бірақ лимон кейбір адамдарда жанама әсерлерді тудыруы мүмкін. Бұл жану, шағу, қышу және қызару сияқты мәселелер. Сондықтан лимонды абайлап қолдану керек. Лимонның артықшылықтарының бірі оның қабынуға қарсы әсері болып табылады. Ол қабынуды азайтады. Сондықтан подагра мен артрит ықтималдығын азайтады. Лимон катарактаның қалыптасу қаупін азайтады. Кіші қан тамырлардың қабырғаларын қатайтады. Анемия және ревматизмді емдеуге жәрдемдеседі. Лимон құрамындағы магний, калий және С дәрумені
ми, жүрек және жүйке жүйесі жұмысын жақсартады. Қан қысымын бір қалыпқа келтіреді. Теріге нәр береді, тырнақ шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Артық салмақтан арылуды мақсат тұтқан жандарға лимон қосылған су көмегін тигізе алады. Лимон шырынының құрамындағы пектин ас қорыту жүйесін жақсартып, артық салмақтан арылуға жол береді. Ол үшін күнделікті бір стақан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді. Ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті дақтардың көзін жояды. Безеу, сепкіл, әжімнің түсуіне жол бермейді, теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылданған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс, көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жазын аптап ыстық күндерінде бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың суық күндерінде жанға жылулық пен күш сыйлайды. Қайнаған 1 литр ыстық суға лимон тілімдерін салып қойыңыз. Суыған кезде аз-аздан қабылдай бастаңыз. Кейін қабылдау мерзімін жиілетіңіз. Сондай-ақ қалауыңыз бойынша бұл шырынға 1 шай қасық бал немесе жалбыз жапырағын қосуға болады. Жылдың қай мезгілінде болсын, бет терісі ерекше күтімді қажет етеді. Арнайы косметика өнімдерімен қатар үй жағдайындағы күтімнің де бет терісіне өзіндік пайдасы бар. Табиғи өнімдерден әртүрлі маскалар қолдану бет терісін тазалауға, нәрлендіруге және ылғалдандыруға көмектеседі. Сонымен қатар, бет терісі күтіміне лимоннан жасалған маскаларда пайдалы. Лимон В1, В2, Д дәрумендеріне және аскорбин қышқылына бай. С дәрумені зат алмасуда маңызды рөл атқарып, барлық ағза жасушаларын қоректендіреді. Сондай-ақ лимон адам ағзасындағы көптеген ауруларға ем. Біздің ағзамыздың 70% сұйық заттардан тұратыны белгілі. Ағзадағы дұрыс тұз су айналымы мықты денсаулықтың кепілі. Ғалымдардың пайымы бойынша, төмендегі сусындар адам ағзасындағы қартаю процесін тежеп, ағзаның иммунитетін арттырады. Лимон шырыны сары ауру, жүректегі ауытқулар, өкпе ауруы, ревматизмге ем, сондай-ақ жаралардың да тез бітуіне көмегі бар. Лимон шырынын суға езіп, сәл-пәл қант пен бал қосып ішіңіз. Лимон шырыны адамның жұмыс істеуге деген қабілетін арттырып, психологиялық тепе-теңдікті болуына көп септігін тигізеді. Сондықтан лимон шырынын зерттеушілер емтихан тапсыруға бара жатқан студентке, маңызды кездесуге баратын жұмысшыларға, көпшілік алдында сөз сөйлеуге шыққалы жатқан адамдарға және есте сақтау қабілеті мен мидың жұмысын жақсарту үшін ішуге кеңес береді. Осымен, құрметті көрермендер, сіздерге лимонның адам денсаулығына деген пайдасын айтып кеттік. Егер де сіздерге бұл ақпарат ұнаған болса, онда лайк басайық және не ойлайсыздар, сол бойынша пікір қалдырайық. Міндетті түрде арнаға жазылайық. Қызықты контенттерді жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басайық. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош саламатты болайық.